Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көпшілігі біле бермейтін пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Жаңғақпен қатырылған жемістерді, мейіздерді базардан сатып алғаннан кейін міндетті түрде тазалап, жуып алуымыз керек. Алдымен мейізді осылай ыдысқа салып, жылы сумен қайта-қайта жуып аламыз. Суымыз мөлдір болғанша жуыңыздар. Мен 4-5 қайтара жуып алдым. Одан соң осылай сүлгінің үстіне қағаз майлық жайып, мейізді кептіріп аламыз. Мейізіміз кепкенше жаңғақты да дәл осылай тазалап жуып аламыз. Жаңғағымызды да осылай ыдысқа салып, салқын сумен қайта-қайта жуып алыңыздар. Кептірілген жемістердің бәрі базарда ашық тұратын болғандықтан шаң-тозаң тез жабысады. Сондықтан базардан алғанымызда осылай жуып алуымыз қажет. Жаңғақты да мен суы мөлдір болғанша қайта-қайта жудым. Енді осылай сүзекіден сүзіп аламыз. Енді осындай форма қажет болады. Жаңғақтарымыздың бәрін осылай біркелкі жайғастырамыз. Одан соң қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минутқа қойып алыңыздар. Мейізді осылай майдалап турап алыңыздар. Мен бүгін осы мейізбен жаңғақ және балды қосып пайдалы қоспа дайындайтын боламын. Бұл қоспа стресске, ұмытшақтыққа, есте сақтау қабілеті төмендегенде өте пайдалы болады. Мінекей жаңғағымыз өте әдемі қытырлақ болып шығады. Енді осындай пакетке салып, оқтаудың көмегімен езіп алыңыздар. Енді мейіздің үстіне жаңғағымызды салып, оның үстіне бал қосамыз. Міндетті түрде балдың табиғи болғаны дұрыс. Үш қоспаны жақсылап осылай араластырып болған соң, салқын жерге қойыңыздар. Беті жабылатын ыдысқа сақтаңыздар. Осындай ыдысқа салып жатырмын. Бетін жауып салқын жерге қойыңыздар. Қолдану тәсіліне келетін болсақ, таңғы уақытта аш қарынға бір ас қасықпен жылы сумен ішіңіздер, ал балаларға бір шай қасықпен беріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.